Бір затыңызды сату үшін OLX немесе сол сияқты бір орынға хабарландыру бересіз. Ол хабарландыруды бергеннен кейін сізге біреу хабарласады. Әрі қарай сіз шотыңыздағы бүкіл ақшадан айырылуыңыз мүмкін. Бұның қалай жұмыс жасайды, бұл қалай жұмыс жасайды және одан қалай қорғануға болады, мен қазір түсіндіретін боламын. Бұл OLX сайт арқылы көбіне жасалатын сондай алаяқтық. Ақпарат 2020 жыл жазылғанымен бұл қазіргі кезде де актуалды. Заман өзгергенімен адам өзгермейді деген шынымен екен. Бұл система қалай жұмыс жасайды? Бұл жерде бір кісінің мына жерде историясы жазылған. Бұл Ұлықбек деген кісі, ол кісінің YouTube'да каналы бар, ол туралы өзінің Instagram'да жазған болатын. Бұл жерде бұл система қалай жұмыс жасайды? Бірінші, OLX-ке сіз мысалға хабарландыру бересіз. Одан кейін сол хабарландыруға номер көрсетесіз, сол номердегі WhatsApp-қа немесе Telegram болуы мүмкін, немесе сол сияқты жолдармен сізге біреу хабарласады. Міне мынандай. Бұл кісі мынандай көйлекті сатамын деп хабарландыру жіберген. Бұл актуалды деп жауап берген. Одан кейін сөйлескен, доставка курьермен істеуге бола ма деп мына жерде сұраған. Әңгіме негізі осы жерде басталады. Мен өзім курьерге тапсырыс берем. Одан кейін тауарға төлем жасаймын, сондай система. Енді мына текст басқаша болуы мүмкін, дегенмен система бұл жерде бір. Және мен қазір бұған тап болған жағдайда қалай кері ақшаны қайтаруға болады, немесе мошенниктерді қалай табуға болады, соның бірнеше жолдар туралы да айтамын. Одан кейін жаңағы мошенник мына кісіге мен сіздің тауарыңызға төлем жасадым және оформил, міне осындай сайтта нажмите на получить средства, там картаның данныйларын енгіз, одан кейін ақша сол картаға түседі деп жазылған. Мына сайтқа қараңыздар, бұл OLX арқылы істеліп отыр. Дегенмен мына сайтта OLX-ке өте қатты ұқсайды. olx.kz.net. Мына OLX-ің сайты емес, net деген доменде тұр. OLX.kz деген бұл жай ғана атауы. Get мынадай хрен. Одан кейін мына сілтемені басасыз, сізден қандайда бір енді сайт өте OLX-ке ұқсайды. Ашасыз, әрі қарай мына кісі енді байқамай қалған, өткен картаның данныйларын жазған. Одан кейін мына кісі міне Ұлықбек Шарипов деген Instagram'да бұл туралы өзі жазған. Сол сілтемеге өтеді, өткеннен кейін шотынан 40 000 теңге алынған. Енді бұл өткен үшін ғана емес, өтеді, одан кейін әрі қарай мына жерде картаның данныйларын жазу керек. Алғаннан кейін енді мошенниктерді көреді, бұның шотында қанша ақша бар? Мүмкін 200 000 бар шығар, мүмкін 500 000 көреді. 40 000 теңге алған, одан кейін 80 000, одан кейін для верификации деп өтірік айтқан, тағы 80 000, одан кейін общем 200 000. Одан кейін бұл енді кісі күдіктене бастаған, одан кейін мошенник бұл кісіге фотошоппен істелген, немесе сол сияқты кез келген программамен істелген скриншоттарды жібере бастаған. Типа Каспий Gold немесе сол сияқты бірдеңе болуы мүмкін. Міне осы кісінің Instagram'да жазылған. Осындай хабар кетеді, және бұл жерде басқа да сообщениелер бар. Өзінің бір алаяқтық жолдарын қолдану арқылы олар осы кісінің картасынан біраз ақша алған. Одан кейін жарайды, мен сізге қайтарып бере салайын деп жазған. Міне мына сайтты қараңыздар. olx.payexpress бұл басқа сайт, бұл OLX-ке дым қатысы жоқ. Егер OLX деп жазылып тұрса, ол OLX деген сөз емес. Мынадай мысалы менде немесе басқа кез келген адам тіркей алады. Просто OLX деген сөзді бір жерге тығып жіберген. Одан кейін мен сізге қайтарып берейін деп осындай жіберген. Одан кейін поддержка жаздым, анау-мынау. Одан кейін бұл кісі сосын тағы данный жазған. Одан кейін картадан әртүрлі ақшаны алған. Мына жерде енді бұл кісі жазған, менің картамды блокировать етіп бастады. Енді әрине банк бұндай жағдайда күдікті бірдеңе болатын болса, қазір бұны алып уақытша банға жібереді, немесе звондап сұрауы мүмкін. Сондай транзакция болып жатыр, бұл сіз бе шынымен әлде басқа адам ба дегендей. Бұл кісі енді күдіктене бастаған. Күдіктеніп, пожалуйста, документіңізді жіберсеңіз бола ма деп мына жерде өтініш айтқан. Енді бұны сұрауға болады, бірақ бұл қатты полезен емес. Бұл бесполезен зат. Қазір қараңыздар. Осындай мысалға документ жібереді. Мен қазір Яндексті аштым. Мына жерге документтер деп жаздым. Міне қараңыздар, қанша документ бар мына жерде. Мына жерде тағы бір документтер бар. Бұл публичный де тұрған документтер негізі. Енді сұрау өтіп кеткен шығар көбінің. Осыны копировать етіп алады, скачать етіп алады да, просто жаңа кісіге жібере салады. Мынадай документтіңде миллион түр бар. Сондықтан ұрланған документ болуы мүмкін, немесе бір өткі болуы мүмкін, фотошоп, вариант көп. Міне жаңа әдейі фотошоп етілген квитанция, мынаны тіпті дұрыстап істемегенде міне көзге көрінді. Міне осындай жағдай. Енді
Бұндай жағдайға тап болғанда қалай кері қайтаруға болады? Бұл жерде бірнеше вариант бар. Енді басқа адамдардың пікірлерін қарайтын болсақ, мына жерде кейбіреуден миллион алып кеткен, кейбіреулерінен 135 мың алған, немесе сол сияқты. Енді бұл кісінің түсінгені бойынша қанша, 200 мың или 400 мың, әлде 80 мың оқып көрсеңіздер болады, бұл кісінің сайтында тұр. Бұл осыған ұқсайтын жағдай менің бір танысымда болған. Мен қасымда отырған кезде ол ноутбугын сатылымға шығарады. Сол кезде бір идиот жазады. Бұлар менің ойымша көбі Украинадан, енді Ресейден болуы мүмкін. Мына стиліне қарайтын болсақ, жазу украинский что-то акцент. Ол жақта да OLX бар. Және сондай жағдай болады, біреу жазады, сайтына өтіп қарасақ, бұл жерде жаңағы картаның данныйларын сұрап тұр. Ашқан кезде ноутбук осындай төлем қабылдау немесе оформить ету бірдеңе деп тұрды. Одан кейін картаның данныйларын, еще ол жерде картаның не только данныйларын, ішінде қанша ақша бар, соны жазуың керек. В общем, мен картамда мысалы 15 мың деп жазып, данныйын жазған кезде 15 мың сен картаңнан алып кетеді. Оны сосын қайтару проблема болуы мүмкін. Әрине ол кезде мен айттым, бұл мошенниктер керек емес. Оның өзі де по идее алданбайтын еді. Енді бұны қалай қайтаруға болады? Жалпы кез келген сайттан төлем қабылдау үшін ортада бір төлем қабылдауға көмектесетін сервис болады. Ондайлар өте көп. Қазақстанның жағдайында Paybox бар. Бұл қазір қателеспесем атын Freedom компания сатып алғаннан кейін Freedom Pay деп өзгертті. Немесе Cloud Payment бар, Stripe деген сервис бар батыста. Сіздің шотыңыздан біреу ақша ұрылады. Бұлар ақшаны сондай бір сервис арқылы мошенниктер алады. Ондай сервистер бұған доступ бермейді. Олар осындай сервистерді алдап, біз осындай айналысамыз деп алып, кейін мошенниктерді немесе сол сияқты басқа мақсатта қолданады. Дұрыс емес мақсатта. Сіздің картаңыздан ақша шешілген кезде бұл сразу осындай сервиске өтеді. Мошенниктерде келесі задача сол сервистен ақшаны шығарып алу. Яғни сіздің шотыңызда Қазақстанда көп жағдайда менің байқағаным бойынша Paybox деген сервис қолданылады. Егер қандай да бір адам ақшаны ұрласа, немесе сондай данныйды жазып Paybox немесе сол сияқты бірдеңе деп тұратын болса, осы полицияға әрине хабарласу керек. Одан кейін айтасыз, осындай бір сервис арқылы алған. Бұлар осы мошенниктің шотына блок қояды уақытша. Одан кейін барып разбирательство болады, яғни ақшаны шығарып алмас үшін. Одан кейін барып, егер сол расталып жатса, сізге ақшаңызды кері қайтару керек. Немесе банкке хабарласуға болады. Банк кейбір жағдайда мыналарға хабарласпай-ақ сіздің ақшаңызды кері қайтаруы мүмкін. Мына сервиске тіркелу үшін бұл жерде сол мошенниктердің данные негіз керек. Бұл сервисте мысалға әртүрлі IP-шот сұрайды, IP сұрайды, ТО немесе сол сияқты басқа данныйлар. Осыған енді жаңағы істеп отырған адамдар кішкене ми аздау болатын болса, бұлар өздерінің данныйларын қолданып, осы сервиске тіркелуі мүмкін. Әрине енді мен ойымша мошенниктер олай істемейді, біреудің атынан ашуы мүмкін. Мынаған запрос жібереді арнайы органдар, сол запрос бойынша бұл жаңа сіздің шотыңыздан біреу ақша ұрлайды. Сол транзакция кімге тиісті, соны табуға болады. Оның аты жөні и номер қай жерде тұратын барлығын. Бірақ ол жерде мәселе мынада. Ол шынымен сол адамға тиісті ма? Бұл сұрақ. Мысалға, біреуге бір 20-30 мың теңге беріп, осындай IP-шот аштырып, соның атынан мошенниктер жұмыс жасауы мүмкін. Бұл да әрине проблема. Дегенмен, арнайы құқық қызметкерлері, полиция, бұнымен егер дұрыстап жұмыс жасайтын болса, әрине соңына түсіп табуға болады. Бұл ақшаны бір жерде мысалы налмен шығарып алу мүмкін. Ол налмен шығарған жерде шығарып алғанның өзінде камера тұр. Ол камера арқылы көруге болады, немесе Қазақстанның ішінен болуы мүмкін, немесе ол шоттан алып басқа бір шотқа аударады. Қысқасы, ізіне түсуге болады.